бір кезде кең даладағы бір ауылда Ержан деген бала өмір сүріпті. Ол мейірімді және еңбекқор еді. Бірақ ылғи өз-өзіне сенбейтін. Мен ұлы батыр болуға тым әлсізбін. Мен саудагер болуға тым кедеймін. Мен ұлы адам болуға тым қарапайыммын. Әр таң сайын осы ойлармен оянып, күнде армандары орындалмай қала беретін. Бір күні ауылға қарт жолаушы келіпті. Ол Ержанға қарап былай деді: «Сен болашағыңның кілтін өз қолыңда ұстап тұрсың, бірақ оны байқамайсың». «Қандай кілт?» деп таң қалды бала. «Бұл сенің сөздерің», деп жауап берді данышпан. «Сен күнде өзіңе не айтсаң, соны шындыққа айналдырасың. Егер өзіңе әлсізбін десең, расында әлсіз боласың. Ал мықтымын десең, күшің көбейеді», деді қарт. Содан кейін ол балаға шағын жазба қалдырып кетіпті. Әр таң мен кеш сайын өз-өзіне айт: «Мен күштімін, мен ақылдымын, мен арманыма жетемін». Бастапқыда Ержан сенбеді, бірақ байқап көруге шешім қабылдады. Әр таң сайын беті қолын жуып жатқанда, ол айнаға қарап, өз-өзіне айтып жүрді: «Мен күштімін, мен ақылдымын, мен арманыма жетемін», дейтін ол. Алғашқы күндері өзін ақымақ секілді сезетін, бірақ кейінірек байқай бастады. Денесін тік ұстап жүретін болды. Дауысы нық шығып, жүрегінде сенім пайда болды. Достары садақпен кім жақсы атады деп дауласқанда, ол бұрынғыдай «Менің қолымнан келмейді» деп айтпайтын. Оның орнына «Мен байқап көремін» дейтін. Ақыры ол күн сайын садақпен дайындалып, көп ұзамай ауылдағы ең мықты садақшы боп атанды. Көп жыл өтті, Ержан өсті. Бір күні ауылға қарақшылар шабуыл жасап, жылқыларын айдап кетті. Ауылдағы адамдар жиналыс жасады. Немене істейміз деп. Сонда Ержан өз-өзіне «Мен батырмын, мен күштімін, өз халқымды қорғаймын» деп алға шығып былай деді: «Мен жастарды басқарып шайқасқа шығамын, жылқыларымызды қайтарып әкелеміз», деді ол. Ержан қарақшыларды кең далада тауып шайқасқа кірді. Қарақшылар мұнадай қарсылықты күтпеген еді. Олар жылқыларды тастап қашып кетті. Ал біздің Ержан аттарды ауылға айдап әкелді. Осы оқиғадан кейін ақсақалдар Ержанға былай деді: «Сен нағыз батыр болдың, Ержан. Отанның нағыз қорғаушысысың. Құпияңды айтшы енді, осы тұрған бауырларыңа. Қалай батыр болдың?» сұрады ақсақалдар. Ержан күлімсіреп айтты: «Себебі мен күн сайын өз-өзіме «Мен батырмын және мен мықтымын» деп айттым. Ақыры өзім де соған сендім», деді Ержан.
Содан бері ол ауылдастарын үйрететін болды. Сөздерің тағдырыңызды жасайды. Дұрыс сөз айтыңдар, сонда армандаған адамыңызға айналасыздар.